Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Бізді қолдап отырсаңыздар, өз ойларыңызбен, пікірлеріңізбен, ұсыныстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызға аса мұқтажбыз, және де бізде әлі талай қызықты тақырыптар болады, талай қызықты видеолар болады. Біз дайындаудамыз ол видеоларды, күн сайын жаңа видеоларды күтіп жүріңіздер. Каналымызға жазылып отырыңыздар, видеолармен бөлісіп отырыңыздар. Біз бүгін сіздерге шашты қалай бояу керектігін түсіндіретін боламыз. Бізде қазір и сине-черный түсіне бояйтын клиент отыр. Бұл кісіде ақ шаш 60%. Сол ақ шашты бояу мақсатында и сине-черный деген өте темный оттенокты таңдадық. Шашты бөліп осылай 1-1 сантиметрден қалыңдықта бөліп отырасыздар да. 1-1 сантиметр қалыңдықта шаштың алдымен түбін бояп шығасыздар. Сіздерде ақ шаш түбінен бастап шығады ғой, сол себептен де түбінен бастап бояп отырасыздар. Сосын қалған шаштарды краскаларыңыз артылса бояп отырасыздар. Барлық шаштың түбін алдымен бояп алыңыздар, сосын барып қалған шаштарды бояйсыздар. Шашты бояп болғаннан кейін 45 минут ұстайсыздар. Себебі сіздерде ақ шашты міндетті түрде 45 минут ұстау керек. Кожаға тиіп кетпеу керек, және де щетканы ұстаған кезде теріге қатты кіргізбейсіздер, мүлдем кіргізбеуге тырысыңыздар. Щетканы жағып, ғана жұмыс жасау керексіздер.